Сәлем, бүгінгі каналда сіздермен мен Шани, және де бүгін бізде өте күшті видео шығайын деп жатыр. Видеоны шығарған осы Серик KZ чаналға алғыс айтып қойыңыздар. Өйткені бұл видео өте қызық және алда тағы да басқа күшті видеолар шығады. Оны көруді ұмытпаңыздар. Және де басқа да видеоларын көріңіздер. Ал енді біз басты жаңалығымызға келетін болсақ, әлемде коронавирус ауруы өте қатты күшейіп жатыр, және де көптеген адамдар сол аурумен ауырып жатыр. Осыны мен айта кеткім келіп отырып, сіздерге дауысын өшірші. Досым, бүгін не істейміз? Жаңалықтар қазір қиындап кетті. Бүгін қыдырамыз да қыдырмаймыз ба? Іш пісіп кетті ғой, үйде отыра беріп бірдеңе істейік та, хотя бы барып, бір клубқа ма бір жерге барып демалып қайтпаймыз да, рахаттанып сояқта. Досым, қандай клуб? Спортпен айналысайық, далаға шығайық, спортпен айналысып, түрлі қызықты нәрселер жасайық та. Адамдарды спортқа бауламаймыз ба? Не істеп жүрік біз? Үйде жатамыз күніге. Ой, досым, мен доктормын ғой, просто доктор болғаннан кейін докторлар шаршап кетеді. Ой, бәрібір маған, сен докторсың ба, доктор емессің ба? Докторлар спортпен айналыспау керек деп кім айтты саған? Түсінбедім мен. Маған баршы тауып көрші сол адамды. Мен өзіме оның сазайынын беріп жіберейін. Докторлардың барлығы айналысу керек спортпен. Достар, сіздерге қазір лайк басу керек, сосын подписаться батырмасын басу керек, сосын колокольчик басу керек. Қақпас, үйде нан жоқ. Менің кінәлім ба, не нан жоқ болғанға? Барып жұмыс істемейсің ба? Үйде ақша да дымда жоқ. Сен жатсың әлі. Мен жатқан жоқ, мен жұмыс істеп жатырмын, бірақ әлі жұмыс табылмай жатыр ғой, үшін бір ауызбен айтқанда. Сен өтірікшісің. Бала шағаны қалай асырайсың, ақшаң жоқ болса? Жата берсең дым болмайды, түсіндің ба? Мен асырап жатырмын ғой, компьютер ойнап жатырмын, Free Fire ойнап жатырмын. Асырап жатырмын, Free Fire ойнап мен қанша $3-4-5 тапсам. Ай, күшті $1 тауыпсың ғой. Енді маған әкешсің. Ой, не айтсам болады, қуып кеттім ғой. Достар, сендер білесіңдер ме, әлгі қақпас доктор досымыз барлығын өлтірмекші. Ол бәрін вирус деп ойлап, өзі клубта жалғыз жүрмекші. Бізді тастап кетпекші. Не ойлайсыңдар? Ол всегда сондай тірлік істейді ғой. Басым ауырып жатыр. Ойбай, басыма не болды? Ай, басым. Мынау вирус болу керек. Вирустан құтылдық қой әйтеуір. Тағы да басқа вирустарды тауып қайтуым керек маған. Қазір басқаларын тауып болғаннан кейін обязательно клубқа барам. Не керек сізге? Айтыңыз маған. Общем, мынандай да жағдай, маған әйелім ақша тап, көп ақша тап үйге дейді. Ондай болса, сіз дәл дұрыс келдіңіз. Дұрыс келсем, сол ақшаны қалай тауып болады? Жатып алып, рахаттанып, түсінбеймін соны. Общем, бұлай ғой, қазір мен сізге нақты түсіндіріп жіберейін, аха. Мына жақта бір жертвам жүр ғой менің. Бұл да бір вирус шығар. Ай, басым. Басым. Сен де бір вирус сияқтысың ғой. Қара жолға болмаса, бейін сән келеме, көшеде көлік емесе, Сен де вируссың. Достар, лайк басуды обязательно ұмытпайық. Подписканы да басуды ұмытпайық. Колокольчик. Бүгінгі жаңалықта біз атақты Дженеми Джокер атты докторымыздың қалай адамдарды вирус деп ойлап жойып жіберіп жатқанын көріп отырық. Осыған орай бізде өте қызықты мағлұматтар келіп жетті. Ол докторды тұтқындауымыз керек. Әйтпесе ол тағы да басқасын жойып жіберуі мүмкін. Досым, мен бұлай болып кететінін қайдан білейін? Мен жай ғана адамдарды емдеп жатырмын деп ойлап едім. Олар жоқ болып кетті ғой, өздерімен өздері. Мен бұлай істегім келген жоқ. Мен клубқа сендерсіз бармаймын. Клубқа bizsiz бармаймын деп өтірік маған не айтып тұрсың? Рахаттанып барып келіпсің кеше. Балалар айтты ғой. Мені тастап кетіпсің. Мә, дос деп сені де дос дейді. Сазайынды берейін ба тұрған жерінде? Ой, досым, қоя қойшы. Осы үшін төбелесеміз ба? Адамдарды емдеп жүрім. Сен мені болса өлтіріп жүрсің деп ойлап жатқан шығарсың.
Мен үйтіп жасап жатқан жоқпын. Үйтіп жасап жатқан жоқпын дейсің ғой. Сонда сен мені тағы да алдап жатсың ғой. Қазір мен сенің сазайыңды беріп, бытыш-бытышыңды шығарып тастамасам болмайды екен. Күте тұр қазір. Мә саған, мә саған, мә саған, мә саған, мә саған. Досым! Сонда сенің айтып тұрғаның жай ғана анау қызыл неден өтсең бітті. Менің бетім ауысып кетеді, сөйтіп басқа біреу болам ба? Әрине, басқа біреу боласың, соны сөйтіп сені ешкім танымай қалады. Мейлі әйелің болсын, ешкім де танымайды. Сөйтіп сен от души ұйықтасаң болады. Болды, сізге рахмет. Мен обязательно анау неден барамда, міндетті түрде дегенім ғой. Өтем ғой ана жерден. Иә, өт. Мен саған арнайы дайындап қойдым біреуін. Одан өтсең түрің өзгеріп кетеді. Сөйтіп сені ешкім танымайды. Болды онда, рахмет. Тағы бірдеңе айтуды ұмытып кетіппін ғой. Тыныш жүр, түсіндің ба? Ол жаққа кіргенде жан-жағыңа қарама. Ал, сапарыңа сәттілік сенің. Маған не болады екен? Шынымен әйелім танымай қалса, бірақ күшті ғой. Ұйықтап жата беретін болам ары қарай. Кәні. Басым ұрып кетті ғой, маған не болған? Ойбай. Мен басқа болып кетіппін ғой. Менің түрім өзгеріп кетті ғой. Енді әйелін танымайды. Аллақа, күшті болды ғой бәрі.